Барлығына сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Және де бүгін біз әдетте деген сабақтарымызды жалғастырамыз. Ал видео басталмас бұрын арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып, лайкты басып өтіңіз. Және де осыларды жасасаңыз, біз өте қатты қуанып қаламыз. Ал біз бүгінгі сабақта reflexive pronouns'тарды өтетін боламыз. Алдымен өзіңізге арнайы дәптер бастап, бәрін жазып алыңыз. Және де сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Reflexive pronouns in English. Бұл не өзі? Бұл жерде біз myself, yourself, himself, yourself, themselves and itself, ourselves деген сөздерді көріп тұрмыз. Оларды қалай қолданамыз, не білдіреді, бірге талдайық. Және де бұл пронаунстардың әрқайсысы жаңағыдай бөлінеді делік. Singular forms жеке түрде болып, және де көпше түрде болып. The singular forms of reflexive pronouns are used when the subject of the sentence is one person or thing. Егер де бір адам айтатын болса, онда оны біз жеке түрде жатқызамыз. Бұл жерде біз қайсысын жатқызамыз? Myself, himself, yourself, және де itself. Мына екеуі көпше түрге жататындар. Және де мысал келтіретін болсақ, I heard myself, she bought herself a new dress. Бұл деген сөз, ол өз-өзіне көйлек сатып алды. Ол өз-өзін жарақаттап алды. Мысалы, they bought themselves new dresses. Олар өздеріне жаңа көйлектер алды. Және де бұл жерде мынадай нәрсемен тағы да не деп түсінбей жататын болсақ, Jacob, cat, Jacob. Мен cat дегенде бүгін аударсақ болады. Мен өз-өзімді кесіп алдым десек, мысалы, қолымда, бұл жерде, яғни мен өз-өзімді шолпан, өзін шолпан демейміз ғой. Бұл жерде дәл солай. Himself деген жалпы бұл self деп қосылғандардың барлығына өз-өзін. Jacob ол өз-өзін қолын кесіп алды деген сияқты. Өз-өзін. Осылай аударған өте оңай болады. Мысалы, he is proud of him. Ол басқадан. Ал егер де ол өзіне болатын болса, he is proud of himself. Наған байланысты, өзіне ішінде бір мақтаныш сезімі кернеп тұр. Тағы да мысалдарды қарастыратын болсақ, I prepared myself for the exam. Мен өз-өзімді экзаменге дайындадым, емтиханға. We hurt ourselves. Біз өзіміз жарақаттап алдық. She gave the book to herself. Ол өз-өзіне кітап берді. We talked to ourselves. Біз өзіміз сөйледік. They got groomed itself. We cooked ourselves dinner. They bought themselves tickets to the show. Және де тағы да басқалар. Тақырыпты бекіту үшін описаниедегі тапсырманы орындаңыз. Және де біздің арнамызға тіркеліп өтіңіз. Барлық белгіліктерді танытып өтіңіз. Бізде бұйырса басқа да деңгейлер бойынша тең курстар шығатын болады. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Сау болыңыздар.